саланы таңдамаймын, өзім ұстаздық саламен кетем өмір бойында. Өзіме ұнайды, оқушыларға үйреткен, оқушылармен жұмыс жасаған, оларға бір нәрсе үйреткен, жалпы біреуге бір нәрсе үйрету өзім жақсы, өзім сүйікті ісім. Бала кезімнен сол армандап, мектептегі мен мұғалімдерге еліктейтін едім. Осындай мұғалім болсам ғой деп, солар сияқты болсам ғой, солар сияқты білімді болсам ғой деп. Көп жұмыс жасау керек, баламен жұмыс жасау керек. Сол оқушымен көп жұмыс жасаса өзінен өзі келеді ол. Енді былай өз білгенмен бәрімен бөлісіп, сосын білетін адам, барлық мұғалімдерден бір нәрсе үйренуге тырысам. Мысалы ұжымдағы әр мұғалімнен, әр әріптесімен бір нәрсені, бір жақсы жағын үйреніп қалуға тырысам өзім. Және барлық білгенімді ол кісілер мысалы білмей жатса үйретіп көрсетуге тырысам. Кітап оқу, сосын енді іздену, сабақта қандай әдістерді қолданған деймін, сон барлығын іздену, өз сабағың бойынша мысалы тиімді әдіс тәсілдерді балаға ұсыну, тақырыпты түсінікті етіп қалай ұсынуға болады деген сияқты. Сол жан-жақты іздену керек. Әдістемелік журналдарды көбінесе көп оқу керек мұғалімге. Сол мұғалім, әр мұғалім зерттеуші болу керек. Баланы зерттеп, психологиясын, жан дүниесін түсіну керек. Мен негізі көп басшылыққа қызықпаймын негізі. Неге? Білмеймін, ондай жауапкершілік көп, сондай қиын жұмыс қой негізі. Енді басында сондай болып тұр, енді былай ертең уақыт өте келе, былай жұмыс жасағаннан кейін, үйреніскеннен кейін мүмкін болармын, кім біледі. Оқушыға білім беруге біз жауаптымыз, сонымен қатар тәрбие беруіміз керек. Солармен жұмыс жасауымыз керек. Балдар деген бір айтқан түсінбейді ғой. Мынандай құр сөзбен түсінбейді балдарға. Мынандай көп жұмыс жасау керек қазір оқушыларға. Мынандай өз пәнінде игерту үшін, математика қиын пән ғой. Оны түсіндіру үшін балдар бір айтқанмен мысалы түсініп кетпейді. Одан сайын балаға айтып барымды салып түсіндіру керек та. Түсінгенше түсіндіру керек, қолдан келген бәрін жасау керек. Енді белсенді әдіс тәсілдермен, мысалы онлайн болған кезде де қарап қалмай, күнде онлайнмен де өтіп жүрдік, мына балдар білімсіз қалып қоймасын деп барымызды салып. Енді офлайнға жетпейді ғой, бірақ басымызға салған соң енді онлайн екен деп балаға дым үйретпей қарап отыру қиын ғой. Баланың бәрі қарадан қарап көз алдыңда білімсіз болып жатқанда шыдай алмайсың. Сондықтан барымды салып ата-аналармен жұмыс жасадым. Ата-аналардың группасына кіріп алдым, өзім сабақ беретін сыныптардың ата-аналармен тығыз байланыста жасап, бүгін кім сабаққа, онлайн сабаққа кірді, кім қалай тапсырманы орындады, бәрін ата-аналарға ерінбей жазып отырдым. Ата-аналар сонымен баласын қалай сабаққа қатысып отыр, қалай орындап жатыр тапсырмасын, мысалы, бәрін біліп отырды ата-аналар. Кім қалай қатысып отыр. Сосын сабаққа қатыспайтын оқушыларды айтып, ата-аналарына әйтеуір қатысқызып, көп оқушылар қатысатын еді. Белгілі бір себептермен болмаса, өзімнің онлайн сабағыма көп оқушы қатысады. Көп мұғалімдер айтады, онлайнға ешкім кірмейді, интернет сылтауратады. Енді мұғалім өзі талап қойса, сосын балаға сабағын өте қатты қызықтырып өткізсе, оқушы кіреді. Ол қызығады, мен мысалы сабағыма қызығатын, былай, ағай сабағыңыз өте қызықты деп сөйтіп маған қашан болады деп мен сабағымды күтіп отырады да, күнде WhatsApp-тан тапсырма беріп, сөйтіп мен сабағымды күтіп отырады. Енді оқушылардың сабағыма қызығуы, менің еңбегімнің еленуі, сол ата-аналар тарапынан да алғыс айтып жатыр маған мысалы. Сон бәрі мені қуантады. Соған қарағанда менің еңбегім еш кетпеген сияқты. Оқушыларым да әлсін-әлсін хабарласып сұрап тұрады мені. Енді көтерем, енді сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Енді мұғалім өзіне сынды қабылдай білу керек. Енді өзінің жұмысын жақсарту үшін, енді адам болғасын қателеспей тұрмайды ғой. Сондықтан басқа жақтан айтылған сынды, басқа тараптан айтылған сынды жақсы қабылдап, сол бойындағы қателікті түзетуге көптеген жұмыстар жасау керек деп ойлаймын.
жоқ, ондай сағатқа таласу деген. Мен сағатқа таласпаймын. Маған мысалы үйіп төгіп сағат алғаннан гөрі өзімнің кәдімгі тиісті азғантай сағатпен жұмыс жасағаным жақсы да, себебі маған өзіме тиімді үлгерем, сабаққа дайындалып та үлгерем, балаға жеткізіп те үлгерем. Мысалы көп сағатпен мен жұмысым мындай сапасыз, сосын шашыраңқы болып кететін сияқты. Мен енді ақша үшін өйтіп оқушылардың обалына қалғым келмейді. Иә. Неде болса, әйтеуір ең бастысы қандай жағдай болмасын, адам өзінің жұмысын сапалы, мықты қылып жасаса, ол бәрібір табыс өздігінен келеді. Миссиямыз адам болу, адамгершілікті болу жалпы. Осы елге қызмет ету, отанға қызмет ету.